анда деген ғаны кей батырларға кеп айтады, бамдағын сөзді деп айтады. Бұл сандықтың içinde нелері бар да нелері жоқ. Алтынның жайын сұрасаң, бедері бар да бедері жоқ. Аққұру жүндің içinde нелері бар да нелері жоқ. Атаны қой дүние кедік қой тармалы жүн. Таза жерге жықтырып, тасмалдатып қырықтырып, тұрмаққа салып тыттырып, далы жүндің қарасаң, ысық күндің диеттеп, Қытайға мықтап тиеттеп, ысықтың күннің ошанда башына киіп алады деп, береге тұрған Қытайдың башына мүшкіл салады деп. Қырық жорық қалпағың жалпы барын қамдадым. Суқты күнді киіп бақ, ышынбай жоғы тиіп бақ. Атаны қой дүние Қытайды қылым елбелдеген, қыжылды ашып дүйнөді тақыр адам жеңбеген. Ошағы суықтың күні болғанда, батырлар мықтап толғанда, құлағы түссе құлы жойып, мұрыны түссе мұр жойып, жаманатта болом деп, жайланып қайдан оңым деп, далы жонда мен өзім су сарадым болған тереден. Қырық жорық тұмағым қамдап қойған убағым. Осы кезде қарасаң, андан ары барғанда, қатарлап салғанда, далы жон қарасаң, осы кезде жанағы қырғыз Қытай атыса, қыжылды ашып жатырса, осы кезде жанағы маса бермеген, ысық аудан жередеген. Ошон үчүн барыңа далаша күндө мен өзім 12 көйнек ондан балы қамдап қойған мұным бары. Қызматымдың уғы балы құлағыңа құйып ал. Аты қой дүние Қырғыз Қытай шабыса, қыжылды ашып алыса, киме ған болып, бағалек қаласа чаң болып. Атаны қой дүние осы кезде қарасаң, далайлаған батырлар ажалы жетті өлгенді, ақыретті көргенді. Қызыл ала ойынша қойып деймін ойымша, ошо 40 жорының бірына кибіндерін дәл өзін қамдап қойған чағымның бары. Қызматымды уғыңары, атаны қой дүние. Андан ары қарасаң, ылып жатқан іштерде мықтап құрып баласаң, ұзын жоры барасың ары, ұзын үлгің алғамын. Қысқа жоры барасың ары, қысқан үлгің алғамын. Далы жонда қарасаң, 40 жорының байырына, далы жонда мен өзім чоп-құттар барысын даярдап қойған шағы бары. Ошо чоп-құттар içinde албан сүл дағы бары. Атаны қой дүние далы жонды қырысаң, кейбіреулерден кеп уғып, мына мындай деп уғып, даңдың таш
төтеке терезеғадың деуіп далы шында мен өзім ауы кен башқылып 60 мерген атқарып далы жынды қарасаң жоң қызық өзіне аянбастан баттырып териге залал қылдырбай көзіргі қаннан аттырып ошы кезде қарасаң кедік қой тотекеннен тересін алып келіп беределе алдымаң алып келделе далы мен өзім тотекен териден барыңар ошондо қамдап қойған шымым бар айтылып тұрған сырым бар айтылып тұрған чыным бар қамдап қойған мұным бар мұны сынап қарасаң арғылышым баласаң ақ келтең атсаң оқ өтпөйт көк милте жақсаң чоқ өтпөйт дивушен тұрғаны мындай кеп құрғаны анданар кептерін аянбастан ұрлады аянбай кептен құрады атаңдың көрі дүние далы ошондо мен өзім мына ошондо қарасаң астын жағын қарасаң табары сықты жаптырған үсті жағын қарасаң құрсағын үстінен орынды мықтап таптырған қырық шоронun өзіне қандап қойған ошондо кемірден болған құрым бар ошо кезде мұным бар ушу тұру кептереде аянбай тұру уғалы деушен деп тұрғаны мындай кең құрғаны айланай қырық шоры жайы ерек бірі байпақ қышқы ерек бірі қалпақ қандап қой кезегім атаңдың көрі дүние қандабай қойсам мен өзім қай мұратқа жетемін далы ошондо қарасаң деушен деп тұрғанда мындай кеп құрғанда ошо кезде жанағы ай көлің манас қабылан айтқаны шеркем бар болсаң қайраң қатынғаны ке қадырың артық жан болса айтқандары чын болса ошондо кылгар гана ишетиң болсоң артылта гана камчы салбаска артынан гана күнүң албаска ак келтенин чогурсун ошо көк милтенин огурсуну ошо кезде карасаң батырлардын барысы сыртка чыгып калыптыр сыртчака назар салыптыр ошо кезде караса мына кызык тамаша атаныкы куй дүние ошо акырк чорон атында жанагы турган кырк чоро алардын жондоң аттары боштолуп турган кез экен ар биринен 3 аттан коштолуп жаткан кез экен таш өбөктүн дал өзүн уктай жүрүсүн деп ойлоп уктаса да бир жолдон чыкпай жүрүсүн деп ойлоп атаңдын көрү дүние мамыктап жаздык салыптыр далу жентеп каныкей даярданып калыптыр далу жентебенекей энекең жакшылык болгон иштерди оюна мыктап алыптыр атаны кокуй дүние
Ошо кезде карасаң жанагы турган кырк чоро айран бир гана азыр калыптыр. Бириги турган карасаң Тазбаймат өңдө баатыр доолду кагып акыры добул баскана бекем кагылды. Жайнап бир жаткан көбөлөк жолду бир гана көздөй чамынды. Жолду бир гана көздөй камурдуңу. Дал ошондо карасаң дарбазадан чыкканда асыл баатыр Алмамбет каны кийден өт албай ошо кезде токтолодо. Алмамбеттен өт албай ары басып кете албай Кабылан Манас токтолду. Кабылан Манас токтолсо жүрөр адам жок болду. Дал ошондо карасаң атаңдын көрү дүнүйө. Ошо кезде жанагы Алмамбет гана туруп кеп айтат. Аяшым канатыңда деп айтат. Каныкей гана туруп кеп айтат. Алмамбет канатыңда деп айтат. Айланайын батырлар аттанып чыктың алыска. Карап туруп намыска бириги турган Кытайга алыянбастан чабышка өстү мыктап алышка. Ал Кытай жерин сурасам атаны кокуй дүнүйө. Кышкы чилден 40 күндүр жайкы чилден 40 күндүр 2-40'ın 80'dir. Görбөгөн пендең 80'dir. Жайлоо каркап толуп тур. Ошо кезде карасаң ат кара тил болуп тур. Алдыңдың алып дилдеден атка миндиң чилдеден. Бежиңиң деген жерде айтып эмин коюңуз. Ойдогудай болуңуз. Айланайын Алмамбет. Арынын күчү бал менен, адамдын күчү мал менен, кыяндын күчү сел менен, шамалдын күчү жел менен, дыйкандын күчү жер менен, тулпардын күчүн тер менен, кагылайын Алмамбет, катындын көркүн эр менен, дал ошондон карасаң алыска деген өзүңөр аттанып калган чагыңар. Жеңүүчүдөй бул күндө шаттанып калган чагыңар. Айланайын Алмамбет, мен баатырымдын барында мамыкка жаттым уктадым. Басылбаган чоң арман баркыратып ыйлатып, мен баланын үнүн укпадым. Биренимдин барында мейлиңгө жаттым уктадым. Безилдеткен чоң арман мен безилдетип ыйлатып, перзенттин үнүн укпадым. Атаңдын көрү дүнүйө Айкөл Манас баатырды сүйүп
meyrim kanbadı, arkasında batırın süyönür prezent kalmadı. Atanı kokuy dünyayı alıp meyrim kanbadı, arkasında batırın al deyler prezent kalmadı. Attangan joluru cemaat, hazırda törüm salamat. Aykül manas dal özü almam be sizgen amanat. Bezindegen yerinde kança gündü barasın, kança gündün gelesin, kavarın bizge bergeysin. Atanı kokuy dünyayı, kaygıga düşsem ben özüm, kayratты sizden izdeymin. Жалғыз манас Айгүлді ошо кезде карасаң, кантип күдөр үзбөймүн. Ошо кезде карасаң, дал ошондо жанагы мен кайратты гана сизден издеймин. Мен каралашар сиздеймин. Andalmam bет ошондо агызып көзүн жаштады. Армандуу сөзүм баштады. Ат дегенге жеңеке аскердин камын жедиңиз. Айгүлдү жалгыз дедиңиз. Аяғы тидің өзүмө алиги айткан кебиңиз. Налыш кылып арыз айтып нагушу жерден өзүмө арман менен келдиңиз. Жалгыз десең батыр, аркасында көп кыргыз, кимге тууган акыры. Жергеси бөлөк жете тур, энеси бөлөк нече тур. Айырқасында батырдың аңдағын сөздің ақырын. Ауке көбөш ені бар, астыңда тұрған бір құлдың. Өзінен бөлік кими бар, сөктүш Қытай елім жоқ. Сөз өтіргін елім жоқ, ұруғы Қытай елім жоқ. Атаны оқи дүнием, өткөріп ұзып белімді, таштап бір кетіп елімді. Сулаттым сұлтандарымды, сумсайтып туған барыны. Айланайын қалайық, астыда болған аға жоқ. Ажал детсе дава жоқ. Бөлөктү койдум, бөлөм жоқ. Мен денген кейіп кетсем жүлік жоқ. 6 күндік жалғанда маған аманат жаңған өнік жоқ. Қадырым білген адам жоқ. Таңға жетіп күн бүтсе қаршылашар шамам жоқ. Артымда болған ине жоқ. Қара түнге мен түссем қаралашар бири жоқ. Ошо тұрған 40 жoro мен жақсылық қылсам көре албас. Жарылық қылсам көн албас.
Acalım жетip gün bütse arulap çup özümdü жақсылап turup göm albas. Қазаттың күні мен өлсем çala buldu kılgadı kulgadı bendesim mınday kılba deyip gömbü turup jönördim. Uğursuz günüm men ölsem tuz göndey görüm gömürdüm. Acalım жетip gün bütse arqırap degi kim ıylayt. Amanat canın kim kıynayt. Atаңдың көрü dünya menin arbağımdı kim sıylayt. Ata koy arman gün. Atpay jurt senden akım жоқ ары берін қарасаң алғанымдан жақын жоқ. Алғаным анық күйбөсө атылған ғана ташқа бізден оғу қара жұрт қана сенден ақым жоқ. Қарап бір ғана қарап отырсам менде қатынымдан жақын жоқ. Қатыным ғана анық күйбөсө ечіркен қатылған ғана ташқа бізден оғы. Алмамбеттей батыры ағызып көзін жаштады. Адам арманын айта баштады. Жанағы тұрған қарасаң арығандай болған ойлорду қырық жоры бары ташташып. Алмамбеттен арманын уғып қалған кезінде ағызып көзін жашташып. Атаны көкөй дүние бұл дүйнің өзі бейдарман. Ушу тұрған алмаңда тодондоғы чоң арман. Деу жентеп тұрышып мындай кен қарашап. Атаны көкөй дүние ушу кезден Алмамбет күңгіріп боздап кіргенде күйітке мықтап жүргенде атаны көкөй дүние аруке кеп айтат. Ай Алмамбет деп айтат. Қайыштың ыйлап бала үшін қалтырбайман аны үшін боздадың ыйл аны үшін боздадың ыйлап бота үшін болтырып айтам шону үшін. İçimde de özümde 3 aylık kana bolgon gümen baru. 3 aylık kana bolgon bar gümen tak bilbeymin ben özüm. Oşonda çımbu bir kana kalpı bul gümeni. Қайрадан тұру ошондо жанагы турган карасаң Каныкей туруп кеп айтып Алмамбетке деп айтып айланан Алмамбет Қытайға қандай барарсың, қырғынды қандай саларсың, қанша күндің барасың, қанша күндің келесің, қабарын айтып беріңіз, айтқан сөзге көніңіз, деп ушентип тұрғанда Алмамбет тұрып кеп айтат, ай ашым деп айтат. Айланғаны кей
жол жүрсөге керек Алтайға талы чукуга жеткенде салсак керек 3 айга андан ары карасаң Алтай уруш салларыбыз жеңсек да кайра келип каларыбыз кайра келип калганда Алтайчыл жол болот жолдун мол болот ошо кезден өзүбүз 1 жыл 9 ай болгон кезимде калып жоктур мен сөзүмдө келип каларыбыз кайра кең тал өзүнө келтирип назар салларыбыз деп ошентип турганы жанагы Алмамбет ошондо мындай гана кебин курганы биреги турган кыргылы чал долмук кагылды жайнап жаткан көбүлүк жолго мык жабылды жолду көз чамынды дал ошентип барысы жолго мык кабурду дал ошондон карасаң казганак жараданып караган бен таң калып жээк тарат кылкылдап желектин башы былкылдап дал ошондо карасаң адамдын башы кагышып ошо кезде карасаң дал ошондо жанагы пенденин башы кагылып көптөп жаткан көбүлүк жолго киреде камынып атаңдын көрүүдүнү ушу турган Кытайга катыкты мыктап өзүбүз беремин деп кетиптир кытайлыктын ошондо эжиргин жеңемин деп кетиптир. Аны таштап салгыла бай бичиси чыйырдын баянын угуп алгыла киндигиңгести баланын эмкисин байкап карагың бакырып жаткан баланы бак бөлөт жерден алганы 15-теги баладай көтөргөндө салмагы озатпакка баланы узан эмчек салганы оболкусу сүт чыкты экинчиси су чыкты үчүнчүсү кан чыкты чыдай албай байбичеден жан чыкты аны таштап салгыла жакып таңга бар алгыла байлаган аты 48 бары күлүк тептегиз айылдагы адамдар арбып менешип аткарып жолго киришип тоого чыкты топтошуп адырга чыкты аңтаңдап бөксөгө чыкты бөлүнүп бажакып кайда кетти деп бары жүрөт жабырап эркектен неме калбаптыр эки атты бирөөң албаптыр кирмеде жылкы калбаптыр басып келип канымжан башын үйгө салыптыр абышкам сен дүйнөдөн тойдуңбу атпай журт алган олжодон бирдемең албай койдуңбу булут минип учса да буйрбаса калбайбы буйрган кишиң албайбы көкчолок минип чабарсың кокустан жакып табарсың барбаймын деп айта албай ак балта жолго салыптыр куп жөнөтүп канымжан кубанып карап калыптыр айылга жакын көмүскө ат кулактуу шыбырда кара суунун бетинде көкөтөктүн четинде кара жалды кулабе бирок сургулун тудуруп жаткан экен эр жакы
Байжақып балам сүйінші, бүгін сенің тойыңа арстан туған шер келді, оң қолына қарақан. Қарбай түштің ерманас, сол қолына сары алтын. Ұштай түштің ерманас, көргеннің көні бөлінді. Арт жағынан балаңдың қара көкжал көрінді. Ерешен тарты бер болот, қара көкжал қабылан. Атары тарты бат болот, аламда мұндай жоқ болот. Бабалардың жомоғы бал татыған кебінен, батыр шыққан тегінен, қызырдар бегінен, қылымның елидірі бүгін, қызырлы қырғыз елінен, қиланы көреді қырғыздар, қылымның қымбат селінен. Бабалардың жомоғы бір кезде таш бетіне чегілген, талқалашып жоқ қылып, тарықты далай кемірген. Жоқ болбой келген қырғызға құпия сырлар берілген. Тарихын айттым ырменен, бұйрық еле болуға теңірдені. Басып өткен жеріне баш алу мазар орнығын, түніп өткен жеріне түпті мазар орнығын, башынан құдай қолдығын. Айкөл маннас батырды, ұшының бені қарасаң, айкөл маннас қабылан. Айың менен күніңнің бір өзінің бүткенсіп, асман менен жеріңден түресінің бүткенсіп. Алты қалың қара жер алқымынан бүткенсіп, одағы болуттың салқынынан бүткенсіп, атаң көрі дүния. Тағы ұшынды қарасаң, алланайын жарықты қарбан күннің қанатшы. Ұшыңа тізеп кеткен Меңдібай, анданға баралыңар. Аны барған Байжақып, Меңдібайға барғаны, саламат саламун алейкум деп ошондо қалғаны. Черті қойдың алдынан Меңдібай шығып барғаны, атаңның көрді дүние. Атаке Байжақып кече қарасам, ертеден кечке ыйлайсыз, көзіңден жашты тыймайсыз. Балам жоқ деп зардандың, Атаке Жақып ардандың. Ошондон бери қарасам, 40 балаң бары турбай мұңы. Деп ошондо Байжақып баяң астыңдағы қоңыр күрең атты олбуй солбуй камчырып, оң тетиди теминип, үйүн көздөй кеткени. Артындағы Меңдібай куу чабдарды камчылап, Байжақыптын артынан анда ғана барыба жеткениңей. Оңаны таштап салыңар, бай биче чыйырды, баянын угуп алыңар. 9 күн тартып толгону, дилгеси чары чап болгону. 6 күн тарты толгону, айлы чары чап болгону. Баканды карыма бакырды, бая зайыптын барын чакырды. Ошондо карасаң, бая Канышбектин зайыбы, бул да келип алыптыр, Дамбылданын зайыбы. Алла келди бу жерге, аны таштап салыңар.
Қамбай Жақып бар екен, аннанға баралыңар. Баяғылар қанжептің ештіріп, жердің қара бетіне, жердің үстін тештіріп, қылар қанды байлатып, байланған аты 48, бары гүлің теп-тегіз. Айылдағың адамдар арғып тергіп миннишет, адырға чаба таңтарып, деп ошондо Бай Жақып ары жағын қарасаң, көгөтөктүн бетине, кара суунун четине аңда кетип калыптыр. Баягы калган байбиче, ошондон айтылса кабар алыңары. Баканды кармап бакырып, 9 ай 9 күн болду. Тууру күнү ушу деп зайыптар келип калганы. Мын ошондо чыйырды, каканак суусу кар этти, баланын үнү бар этти, эркек экен деп. Так ошондо карасаң, оромокоң алганы, ороп колуң салганы, анда турган Камманас ошондо чиренип гана туруп алганың. Ойбай көтөк нетти деп, ошондо колуң гана суруа кетти деп. Мын ошондо Сулайка басып барып үйүнө, башын үйгө салганда, үтүрөйү ак балта үйдө туруп калыптыр. Абышкам, сен дүнүйөдөн тойдуңбу? Элдер алган олжодон бир немең албай койдуңбу? Мына менин олжом деп экелечек бир чепкен Сулайкаң алып алыптыр. Ак балтанын башына мүшкүлдү мында салыптыр. Анда ак балта кеп айтып, ачууланып бек айтып, кууп жүргөн Жақыпты арсыздар алсын сүйүнчү жетип. Барып Жақыпка таңдын көрү дүнүйө, ошондо жетимдер гана алсын сүйүнчүңү. Мын ошондо Зулайка ачууланып кеп айтат, айланайын Абышкам, булут минип учада, буйрган кишиң албайбы, буйрбаса калбайбы деп ошентип турганда, бая турган ак балта басыгымында шайтандай 4 тасы болгон мал эле, төдөй шаңы бар эле. Ошондо ак балта көк чолокту миниптир, олбуй солбуй камчырып, бая таланы көздөй закындап, талага жакындап, ак балта бара жатыптыр. Кокту колот барысын баштан аяк сыдырып, баягы көгөтөктүн бетине, кара суунун четине, Бай Жақыптын өзүнө балтаң барыбы калыптыр. Анда турган Жақыпка айтып кабар салыптыр. Арстаным Жақып сүйүнчү, бүгүн сенин багыңа Арстан батыр шери келди, оң колуна кара хан, учтай түштүң Манас, сол колуна сары алтын, кармай түштүң Манас, күргүндүн көнү бөлүнөт, арт жагынан балаңдын кара көк жал көрүнөт. Ачып көздү жумганча, айтып сөздү тыңганча, анда турган Бай Жақып месинен танып калыптыр. Анда турган ак балтаң эчеңдей басып жүгүрдү. Бай Жақыпты өзүнөн түгүлдү. Арыкка минтип барганы, калпагына сууну сузуп Жақыпты көздөй бүрккөнү. Анда турган Бай Жақып ошо муздак суудан гана үрккөнү. Айланайын балта чал, кебиң болсоң айта сал, катындардан уктуңбу, же болсо так көзүң, көзүң менен көрдүңбү, көргөн көзүң бөлдүңбү,
анын ушундон ак балта айналайын Жакыбым, бирдемең болсо берсеңчи, бербесең мына турбайын, бербеймин десеңчи. Анын айтып турганда кыл муруту калкылдап, Жакып күлүп калганы мында турган ак балта, ал алтындан бир калта, камбар муздун үйлүнөн кармап алгын тогузду, кыз балдардан камтып ал, келиндерден кетип ал, сүйгөнүңө гана жетип ал. Баяң ичке жолду төтөлөп, бай Жакыпты жетелеп, ак балта барып калганы, Айкөл Манас Батырдын үнү тай чабым жерден угулуп, мында туруп калганы. Мына жеттим дегенде куртканы зайыбы Канышбек эчеңди басып жүгүрүп, бай Жакыпка жүгүнүп, мына туруп калганы. Ак өргөнүн ичинде бай Жакып кирип калганда, бая баланы колгон алганы, баштан аяк караса, маңдайы жазы, башы куш, бар боюнда тура туш, кочкор тумшук кош кирпик, жалаяк оозу жаргабак, көркү калча көзү тик, эри мүнөзү көрүнөт. Кудайдан жашын сурайын, неге мында турайын деп ошентип бай Жакып Айкөл Манас баяндын аламдан журттан кенени, кайыптын иши болбосоң атаңдын көрү дүнүйө, ошо акылдың гана жетпейт ченемиңе.